Ертеректе қарттар үйі деген ұғым қазақ қоғамында жоқ еді. Жаман әдет жоққыш келет демекші. Батыстан бастап алған бұл үрдіс бізді де айналып өтпеді. Сондықтан бүгінде қазақтың кейбір қарияларының қадірі кетіп тұрғандай. Атаң қайда десе, қарттар үйінде дейтін ұрпақ өсіп келеді. Қарттар үйі кейбір ата-апаларымызға қара шаңыраққа айналып барады. Қаншама жан осы мемлекеттік мекемені паналауда. Бейнетінің зейнетін көріп ақыл айтар шақта өз баласы қарттар үйіне өткізеді деп кім ойлаған? Ертеректе қартын қазынаға, ақсақалын абызға балаған елдің ұрпағы бүгінде осы жағдайға жиі баруда. Осының бәрі түптеп келгенде имансыздықтың белгісі. Бұл туралы Құран кәрімде: Раббың өзіңе ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық жасауларыңды әмір етті. Ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуіне де жандарына кәрілік жетсе, тух деме, сыпайы сөйле, дейді.